Қазір балалар бізде 39-ші беттегі екінші тапсырма. Ол жерде былай дейді. Арақашықтығы 54 километр болатын екі айлақтан бір уақытта және бір бағытта қайық пен катер жолға шықты. Міне балалар, бұлардың екеуінің арасы, яғни 54 километр. Екеуінің арасы 54 километр. Катердің жылдамдығы 25 километр сағатына, ал қайықтың жылдамдығы 7 километр сағатына. Біраз уақыттан кейін катер қайықты қуып жетті. Катер жүріп өткен жолды тап дейді балалар бізге. Бізде уақытта белгісіз болып тұр, біраз уақыт дейді, олай болатын болса, тыда белгісіз. Және ара қашықтық белгісіз екен. Енді біз ара қашықтықты қалай табамыз? Ең бірінші балалар қашықтау жылдамдығын тауып аламыз. Ол үшін 25-тен 7-ні азайтамыз. Тең 18 километр сағат. Бұл бізде жәнегі қашықтау жылдамдығы. Келесі, қуып жеткен уақытты, яғни мына 54 километрді, мына жерге дейін, мына 54 километр болды ғой арасы. Бұл да былай қарай шықты, екеуі де бері қарай жүріп кетті. Енді осы қуып жеткен уақытты табу үшін 54-ті балалар 18-ге бөлеміз. 3 сағат. Яғни мына соңында келе жатқан катер қайықты 3 сағаттан кейін қуып жетіп, екеуі теңеседі. Екеуі теңесіп келе жатыр. Енді катердің жүрген жолын табу үшін балалар 25-ті 3-ке көбейтеміз. 25-ті, яғни катердің жылдамдығы 25 километр сағат, оны 3 сағатқа көбейтесіңдер. Сол кезде катер балалар бізде 75 километр жол жүрген екен. Келесі, кітабымыздың 40-шы бетін ашамыз. Кітаптың 40-шы бетінде балалар 3-ші тапсырма берілген. Бұл 3-ші тапсырмада былай дейді. А кентінен В кентіне дейінгі ара қашықтық 120 километр. А кентінен В кенті балалар, менде мына жерде семай қалды кішкене, сондықтан осылай жазып тұрмын. Енді мына жерде 15 километр бар деп есептейміз. Қазір А кентінен 15 километр сағат жылдамдықпен велосипедші жолға шықты. Кестені дәптеріңе сызасың, осы кестені. Оны толтыр. Мұндағы S1 дегеніміз балалар велосипедшінің жүріп кеткен жолы, ал S2 дегеніміз ол мына В кентіне дейін әлі де жүру керек жолы. Енді 1 сағатта балалар велосипедші неше километр жол жүретінін табу үшін бірді 15 километр сағатқа көбейтеміз. Яғни бізге табу керек қанша жол жүргенін. Оны табу үшін балалар біз мына жылдамдықты, яғни уақытқа көбейтеміз. Жылдамдығымыз бізде 15 километр сағат. 15 километр сағат. Осыны 1 сағатқа көбейтесіңдер. Тең 15 километр болады. 15 километр. Оны мына жерге жаздық 15 километр деп. Енді осы 15 километрді бізде барлығы 120 километр жол. Яғни 120 километр жолдың 15 километрін жүріп қойды. Олай болатын болса, балалар 120-дан 15-ті азайтасыңдар. 120-дан 15-ті азайтсақ, 105. Міне балалар, бұл 105-ті біз жәнегі енді әлі жүру керек деген жерге жазамыз. Келесі, 2 сағатта қанша жол жүреді? 2-ні 15-ке көбейтеміз. Яғни 30 километр жол жүреді. 120 километрдің 30 километрін жүріп қойды. 120-дан 30-ды азайтамыз, 90. Әлі де велосипедшіге жүру керек 90 километр жолды. Келесі 3 сағаттағын табу үшін 15-ті 3-ке көбейтеміз. 45 болады. Енді бізде қанша жол жүру керек? Оны табу үшін 120-дан 45-ті азайтамыз. Тең 75 болады. Келесі 4 сағаттағын табу үшін 15-ті 4-ке көбейтеміз. 60, яғни 60 километр жолды жүріп қойды. Мына жерге келді. Енді бізде қанша километр қалды? 120-дан 60-ті азайтамыз. 60 километр. Олай болатын болса, әлі жүру керек 60 километр. Жолдың жәнегі тең ортасына келді. Келесі 5 сағат. 5 сағаттағын табу үшін 15-ті 5-ке көбейтеміз. 75. Яғни 120-ның 75 километрін жүріп тастады. Енді неше километрі қалды? 45 километрі қалды дейді. Келесі 6-ны 15-ке көбейтеміз. 90 километр жолды жүрді. Велосипедші мына жерге келді. Енді қанша жол жүру керек? Яғни 30 километр жол әлі жүру керек. Велосипедші 7 сағат жүрді. 7 сағатта ол 105 километр жүрді. Мына жерге келді.
Енді велосипедшіде жүретін қанша жол қалды? 15 километр жол қалды. Иә, балалар, міне 15 километр. Келесі 8 сағат болған кезде 8-ді 15-ке көбейтеміз. 8-ді 15-ке көбейтетін болсақ 80, 8 бесім 40, 120. Яғни біз мәреге жеттік, бару керек жерімізге келдік, 120 километр. Бізде енді ары қарай жүретін жол бар ма? Жоқ, олай болатын болса 0. Біз бару керек жәнегі А кентіне келіп қойдық. Бұл тапсырма міне осылай орындалады. Мына жердегі мынау артық жазуларды жазбайсыңдар. Сендерге түсінікті болу үшін көрсетіп тұрмын. Келесі тапсырма, балалар, кітабымыздың 40-шы бетінде берілген номер 3-ші тапсырма. Бұл жерде былай дейді: А кентінен 15 км сағат жылдамдықпен велосипедші шықты, ал В кентінен оған қарама-қарсы бағытта 20 км сағат жылдамдықпен екінші велосипедші жүрді. Егер екеуі 3 сағаттан кейін кездесетін болса, екі кенттің арасы қанша километр? Балалар, барлық тапсырмалардың жәнегі сызбалары сендердің кітаптарыңда берілген. Сондықтан мен бірден жәнегі шартын жаздым берілгенін. Енді амалдар бойынша есептің шешуін жазамын. Осылай амалдар бойынша жазатын болсақ, балалар, былай істейміз. Бізге табу керек ара қашықтықты. Олай болатын болса, В1 мен В2 жылдамдықты бір-біріне қосып, оны 3-ке көбейтеміз. Тең 105 километрге. Яғни екі кенттің арасы, балалар, 105 километрге тең екен. Келесі, осы 3-ші есептің Б тапсырмасы. Бұл жерде, балалар, былай дейді: А кентінен таңертеңгі сағат 10-да 12 км сағат жылдамдықпен велосипедші шықты. Сағат 12-де осы бағыттағы екінші велосипедші жолға шықты. Оның жылдамдығы біріншісінен 3 км сағатқа артық. Егер екі кенттің ара қашықтығы 60 км болса, В ауылына велосипедшілердің қайсысы бірінші жетеді? Яғни, балалар, сендерде екі велосипедші шыққан. Екеуінің жылдамдықтары екі түрлі, шыққан уақыттары да әр түрлі. Енді, балалар, біз қалай шығарамыз бұл тапсырманы? 10-нан 12-ден 10-ды азайтып, жәнегі уақыттың айырмашылығын тауып алам. Яғни 2 сағат. Бұл екеуі екіншісі жәнегі 2 сағаттан кейін шығады. Олай болатын болса, бізге екінші велосипедшінің жылдамдығын табу керек. Екінші велосипедшінің жылдамдығын табу үшін, балалар, жәнегі 12-ге 3-ті қосамыз. Бізде 15 км сағат шықты. Енді осы 15 км сағат бұл бізде екінші велосипедшінің жылдамдығы болады. Екінші велосипедшінің уақытын табу үшін бізге 60 км белгілі. Олай болатын болса, 60-ты 15-ке бөлеміз, 4 сағат. Яғни екінші велосипедшінің жәнегі жүрген уақыты 4 сағат болады екен. Келесі бірінші велосипедшінің жылдамдығын табамыз. Ол үшін 60-ты 12-ге бөлеміз. 60-ты 12-ге бөлетін болсақ, балалар, 5 сағат болады екен. Велосипедші бірінші келді дейді, балалар. Әрине, бірінші келген велосипедші, ол бізде мына жерде қайсысы деп ойлайсыңдар. Оны өздерің анықтайсыңдар.